Осылай арпалысып жүріп арадан тағы 10 жылда өте шықты. Бұл кезде барлық балаларын құтторына қондырып, Дәулет пен Мансура ауылда өздерімен өздері күндерін кешуде. Ұлдарының барлығын бөлек шығарып, еш келін қолында ұстағысы келмеген Мансура кейде жастайынан келіп, осылардың бар ыстық суығына төзген балаларына қатты ренжитін, туған аналары болмаса да, аналарынан кем көрмей, бір түртпектемей өсірген балалары бүгінде Мансураны жауларынан кем көрмейтіндей. Өмір деген өз дегенін жасайды ғой. Тағдырдың қанша сынына төзіп, қайтпас қайсарлығы мен ішіндегі қатып қалған ренішін ұмыта сол балалары мен өзін енесі ретінде еш қабылдағысы келмейтін келіндеріне жағамын деп жүргенде өмірдің кезекті дауылы келді. Күні бойы қан қысымы жиі-жиі көтерілген Дәулетті уайымдаған Мансура жедел жәрдем шақырды. Кешігіп келген дәрігерлер жүректің инфаркт стадиясы жүріп жатқанын анықтап, дереу ауруханаға алып кетті. Реанимация бөлімінде жатқызып, керек ем-домдарында бастап кетті. Бар туыс балаларға хабар берген Мансура аурухана ішінде жүгіріп жүр. Таныс дәрігер жағалап жүріп, кіруге болмаса да реанимация бөліміне жасырынып кіріп, Дәулетпен тілдесіп те қайтты. Саған алғысым шексіз, разымын. Олай демеші, қоштасып жатқандай айтпа. Сен мықтысың, сен болмасаң менің күнім не болмақ? Одан да еркелемей, ертерек жазылуды ойла, деп маңдайынан сипады. Сен де мықтысың, мен үшін барлығын құрбан еттің. Тек соны балаларым қадірлемегені жаныма қатты батады. Мен сені құрмет тұтамын, ризамын, деп терең күрсінді. Тамағына тірелген өксігін әрең ұстаған Мансура ашуланған кейіп танытып, қайдағын айтпа, әлі-ақ жазылып шығасың. Екеуміз мен зейнетке шыққан соң курорт жағалап жүреміз. Бір ауырдым деп сынып қалғаның неткенің? Қой, олай деме, жазылып шығасың әлі, деп жанарынан ытқып шыққан жасын сүрте күйеуінің қолын қысып ұстады. Медбике уақыт болды деген белгі беріп, Мансураны сыртқа шығарып жіберді. Іштей бір қимастық сезімі пайда болып, қазір кетсе айырылып қалардай күй кешкен келіншек, жанары жаутаңдай Дәулетке қайта-қайта қарап қояды. Ол да бірдеңені сезгендей қимастықпен қарап жатты. Сыртқа шыға жағдайы қалай деп қаумалап сұрақтың астына алған туыстарына әзер жауап берген Мансура көз жасына ерік берді. Өз-өзіне келіп алсын деп қайнапкесі жетектей сыртқа шығарып, есіктің алдындағы орындыққа отырғызды. Мең-зең қалыпта ұзақ отырған Мансура өз-өзімен сөйлесіп, іштей арпалысып отыр. Дәулет мықты, әлі-ақ жазылып шығады, жаманшылық шақырмай тыныш отыр деп өзін шымшып та қояды. Жарты сағаттай уақыт өткенде жүрегі алабұртып ішке кірген Мансура суық хабар естіді. Туыстары аурухана ішін азан-қазан етіп, бір сәтте әкем-ай деп жылап кетті. Естігендерін қорыта алмай, бір орында қатып қалған Мансура естігендеріне еш сене алмай тұр. Тірі адам тіршілігін жасайды демекші, қайғы жұтып тұрса да, амалсыз ел жұрт үшін тез жиналған Мансура тез жаназа қамына кірісіп те кетті. Алыс жақын туыстарға хабар беріп, жақын маңдағылар үйге де жиналып қалған еді. Барлық қызық жаназадан кейін басталды. Осы уақытқа дейін келін болып, ата-енесіне қызмет еткісі келмейтін үлкен келіні мен баласы бір сәтте осы үйге көшіп келуге шешім қабылдады. Даңғарадай үйде жалғыз өзім тұрғанша, жаныма серік болып үйде болғандары да жақсы. Одан қалды үйге келім кетім адам көп болады. Сондықтан ертерек көшіп келіңдер деп үнсіз келіскен Мансура өзін алда не күтіп тұрғанынан хабарсыз еді. Әр апта сайын бейсенбілігі, одан 7 күндік, 40 күндік асын өткізген туыстар енді жан-жаққа тарай бастады. Тек туыстар Мансурадан жасырғандары бардай, әр бұрышқа барып сыбыр-сыбырлары көбейгендері ұнамаса да мән бермеуге тырысты. 40 күндік асын беріп, кешке барлық жерді жинастырып жүргенде, кіші келіні мен баласының өзіне өзін бұлқан-талқан болып, көліктеріне отырып кетіп жатқанын байқап, Мансура араша түседі. Құндарым-ау, тыныштық па, неге қайтуға асықтыңдар? Ем болмағанда іштегілермен қоштасып кетсеңдерші. Ту, енді сен бастамаш, өтірік рөлге кірмей-ақ қой, біз кетеміз. Ай балам, тыныштық па, маған сенсіреп сөйлемеуші едің ғой, неге сонша ашуланып жатырсың? Мені ештеңе білмейді деп жатырсың ба? Ана ағамды әдейі үйге көшіріп әкеліп, осы үйді мұрагерлікпен қалдырып, мені дымсыз қалдырмақшы екенсіңдер ғой. Бірақ ол ойларың бекер, менің де таныс адвокаттарым бар. Мына үй теңдей бөліске түседі әлі.
деп аузынан көбігі шашырай тістене сөйлеп жатыр. Естігендерінен құлағы бітеліп қалғандай күй кешкен Манзураның тілі байланып қалғандай. Расында бұл үйде жүргендердің барлығының да құлқынын осы бір үй кімге қалады деген сұрақ тесіп бара жатыр еді. Өмірлік серігі, қолдаушысынан айырылған Манзура болса, соңғы тиынын да балаларым үшін деп жұмсайтын әкенің қадірі тек осы үймен өлшенгеніне іші удай ашып барады. Осы күнге дейін қырғи қабақ соғысы енді ашық түрде ашылды. Балаларын былай қойғанда әпкелері де үйді бөліске салғылары келіп, таласып тармасып бара жатқанда еш қолдауы жоқ Манзура ертеңгі күніне алаңдаулы еді. Түнгі ауылдың бар итін шулатып бара жатқан Манзура мен ағасы Сәбит еді. Сол күнгі ұрыс 3 күнге жалғасып, соңында үлкен келіні бетін жұлып ала жаздап үйден қуып шыққанда бар сенгені төркіні болған Манзура ағасына дірілдей қоңырау соқты. Көлігі болмаса да жол жөнекей шыққан көліктерді ұстай бауырына жаны ашыған ағасы жетіп келгенді. Қарындасының беті тілініп, үстің бәрі жыртылған түрін көріп аяп кетіп құшақтап алды. Ашумен ішке кіріп барлығын орнына қоймақшы болған еді, жасы да біразға келіп қалған ағасына алаңдаған Манзура оны үйге кіргізбей бұл ауылдан алып кетуін сұрады. Дәл осылай екеуі түн жарымда үлкен трасса жағалап бара жатыр еді. Өгей өмір. Өмірдің өзі өгейлігін танытып, қартайғанда қу тізесін құшақтай тағы жалғыз қалған Манзураны көрген жан аяп кетеді. Кішкентайынан нағашыларына тастап өз бақытын іздеп кеткен ана енді туған балаларына да жат болып қалғандай. Анасының бұл шарасыз халіне жанашыған ұлы мен келіні жанына алмақшы болғанымен, өзін баласының алдында айыпты сезінген Манзура бас тартып жеке пәтер жалдап шығып кетеді. Үйдің де киесі бар демекші, бүкіл жастығын арнап, өгей болса да туғандай қараған ана қарғысы тиді ме, ұлы мен келіні тартып алған үйде еш береке болмады. Балалары шетінен ауырып, одан жұмыстарда еш алға тартпай қарызға әбден батқан өгей ұлы ішкілікке де салынып кетті. Күнде ұрыс керістен көз ашпаған келіні де шыдай алмай 3 баласын жетектеп төркініне де жиі кетіп қалатын. Өз ағаларын салып бірнеше рет соққыға да жығып, күйеуін өзіне бағындырғысы келгенмен одан бетер кесіріп кеткен ол ішкілікке әбден салынып, қыстың бір күнінде далада қалып, үсіп қайтыс болады. Одан кейін де осы үйге қызыққан талай туыстары келгенімен, ешбірі ұзақ тұрақтамай, тіпті сатылымға қойылса да сатылмай, қараусыз үйге айналды. Өткеннен сабақ алған Манзура өзі бөлек пәтер жалдап тұрғанымен, демалыс күндерін осы балаларына арнауға тырысатын. Жиі қонаққа шақырып, немерелерін қыдыртып, көңілді уақыт өткізуге тырысып бақты. Осылай ақырын-ақырын арадағы тоң болып жиналған өкпе реніштерде ақырын сейіліп, өз балаларымен қауышқан Манзура бұл күнде бақытты ана, сүйікті әже. Өмір, адам басына неше түрлі сындарлы сәттер келеді. Қандай сынақ болса да соған сынбай, қасқая қарсы тұра білген адам ғана шынайы бақытқа жетеді. Қандай жағдай болса да, ішкі даусыңызды тыңдаңыз. Ел үшін сүрген өмір сізге бақыт әкелмеуі мүмкін. Сондықтан барында барымызды бағалайық.